Сәлеметсіздер ме оқушылар, қалдарыңыз қалай? Біз сіздермен бүгін IELTS райтингта қандай шарттарды қолдануымыз керек, соған көз жүгіртетін боламыз. Жалпы IELTS-та біздер task 1-да қалай бағалау керек екенін білеміз, иә? Яғни task achievement осы 4 критерия бойынша бағаланатын боламыз. Бұл жерде сіздер information, overview, accurate of data. Нақты информация берілсе, overview берілсе, жалпылама көзқарас берілсе, және де даталарды, яғни берілген ақпараттарды орнымен қолданатын болсақ, бізде task achievement болады, яғни 25% толық алатын боламыз. Coherence and cohesion, paragraphing, linking words, яғни бөлуіміз, параграфтарға организациямыз, және де linking words, керекті сөздерді мынаған қарағанда, салыстырғанда деген сияқты сөздерді қолданатын болсақ, тоже 25% алатын боламыз. Vocabulary, collocation, spelling and accuracy. Әртүрлі жаңағыдай қалай айтсам екен, әр графикке байланысты өзінің сөздері бар, соны орнымен қолданатын болсақ, тоже бізде 25% алынады. Одан кейін grammar, sentence structure, tenses, punctuation, grammar range and accuracy. Сөйлем құрылыстары, шақтар, пунктуация, осының барлығын қолданады екенбіз. Яғни шақтарға да қатты мән беруіміз керек. Егер бізде ешқандай да ақпараттар болмайтын болса, нақты бір ақпараттар болмайтын болса, біз present tense қолданамыз. Егер өткен шақта әңгімені қолдайтын болса, біз past tense қолданамыз. Ал болашақты болжайтын болса, онда future forms айтамыз. Егер past пен future'ды қолданатын болса, бірге, онда біз past tense де future forms'ды қолданады екенбіз. Және де passive voice деген бар. IELTS writing task 1-да passive voice қолданамыз. Бұл туралы апайымыз: There are students who seem to think they will get a high score if they use passive voice. This is not true. Passive voice-ты қолданып, мен жоғары балл аламын деген өтірік нәрсе дейді бұл жерде. You can only use passive voice when it's appropriate and correct to do so. Most writing task 1 will not give you this opportunity. However, if you get a diagram, they are usually a combination of passive and active voice. Mixing, бұл жерде айтады, яғни қолданатын жерде ғана қолдану керек дейді. Егер task 1 сізге осындай passive voice-ты қолдануға мүмкіндік берсе, қолданыңыз дейді. Бірақ көбіне тек қана диаграммада ғана біз осы passive пен active voice-ды қолдана алады екенбіз. Past tense пен future forms-ты қалай қолданған екен, яғни In 2010, the number of sales stood at 2 million and it is forecast to rise to a peak of 10 million by 2050. You can see past simple, stood, and the future forms of prediction is forecast. Яғни past simple біз stood деген формада тұр, және де prediction is forecast to деген бізде болжам. Яғни осы және де осы сөздер арқылы біз past simple мен future simple-ды қолданып тұрық. Яғни жаңа айтып өткендей, мына затты жаттап алсаңыздар, сіздер қай шақта қолдану керек екен, қай кезде қолдану керек екенін білетін боласыздар. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.